Бір әмірші Әл-Фарабиден менің мемлекетімнің ертеңі қалай болады деп ойлайсың деп сұрапты. Сонда Әл-Фараби маған жастарыңды көрсет, сонда мемлекетіңнің ертеңін бағамдау оңайға соғады деген екен. Расымен де жастар елдің болашағы. Жастардың ілгері ұмтылысын қолдау үшін ең алдымен сапалы білім керек. Осы тұрғыда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та әр жолдауында айтып келеді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа Қазақстан құрамыз деді ғой. Жастарды сол ұранға шақырды. Енді сіздерге сау, жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Ал жаңа Қазақстанның жастары енді қандай болуы қажет? Жаңа Қазақстанның жастары жалпы айтқанда бұрынғы қателіктерді ескере отырып, жалпы бұрынғы жастардың белгілі қандай болғаны қазіргі болашағымызды ойлайтын. Жалпы айтады ғой, қазір ойланатын заман, бұрынғы қазақпыз ғой деп той тойлайтын заман емес, еңбекпен, ақылмен өзіңді алып шығатын. Сол Абай айтады ғой, еңбегімен ақылың екі жақтап алып шығатын деп. Сол нәрсеге жалпы назар аударса дұрыс болады деп ойлаймын. Себебі қазір бәсекеге қабілеттілік деген өте жоғары деңгейде дамып тұр. Жалпы үлкен державалардың соғысының өзі бір-бірінің бәсекелестігінің әсерінен туындап отыр. Жалпы сауда соғысы болды, барлық жағынан мемлекеттер бір-біріне бәсекелес, бір-бірін басып алғысы келеді, бір-бірін бодандыққа, бір-бірін мұқтаж қылғыз қойғысы келеді. Жалпы сондай жағдайға түсіп қалмас үшін бізде көптеген ресурстар аз, енді көш жүре түзеледі дейді ғой. Енді аяққа тұрып келе жатқан мемлекет біз. Жалпы білімге, ғылымға, еңбекқорлыққа, жалпы жапон мемлекеттер сияқты болуға тырысса, онда біздің жаңа Қазақстан жоғарғы деңгейде жалпы мемлекеттік аренада өзінің орнын қоятын, бұрынғы тарихымыздағы мен деп айтатын Қазақстанға келеміз деген ойдамын. Ал Анир ханым, сіз қалай ойсыз? Жаңа Қазақстандағы жастардың рөлі қандай? Біздің Қазақстандағы жастардың болашағы өте жарқын, себебі көбісі айтулар бойынша алдына қойған мақсаттары бар. Өз үлесімді қосам, мен дамытам, мен өзімнің тарихымды сүйем дейді. Трендтерді алып өтетін болсақ, әрдайым қазақша әшекей бұйымдар қазір киіліп жатыр. Әдемі тақия, қазақша киімдер, камзолдар киіледі. Оның байқаудың өзі, көрудің өзі өте адамды шабыттандырады деп айтсам болады. Ол қазақтардың өзінің этникасын, бұрынғы өткен тарихын жаңағы дәріптеуін байқаймыз. Біз өзіміздің тарихымызды білу арқылы ол біздің болашағымызға деген айтып өткенде қателігімізді қайталамауға үлкен үлес қосады. Сол себепті мен Қазақстанның жастарын көрем, шабыттанамын.